Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mene bugün hasiyetli Cuma günü Қазақстан Müslümanlar Dini Басқармасының Зекет қорымен бірлесе отырып, Тайқазан жобасы аясында Жәннәтул Фирдаус қорымен бірлесе отырып, елімізде мынау Тараз қаласын тазалап жүрген жас ел жұмысшыларына осы жерде 35 әйел аналарымызға, яғни отбасыға азық-түлік жеткізіп жатыр. Алла Тағала барша үлес қосқандарға сауап берсін. Мына жалғыз басты көп балалы жас ел Таразда жұмыс қылып, күннің суығы демей, аязы демей, баланың қамы, бала шағаның қамы деп істеп жатқан іс-шара. Алла баршаларыңызға разы болсын. Сондай жақсылық, Фирдаус, Жәннәтул Фирдаус демеушілері, қолдаушылары, Алла баршаларыңызға разы болсын. Міне 4 көлік, 3 көлік келді. 4 көлікпен бірігіп, келіп қалды. Алла көпшілердің күш-қуат болсын, қайрат жігер берсін. Аналардың қасиетін жоғалттырмасын иншалла.